Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, жұмсақ, үлпілдеп тұрған творожный кексті дайындап үйренеміз. Өте тез дайындалады, аяғына дейін қараңыздар. Ол үшін жұмыртқа мен қантты бірнеше ұлғайғанша, ағарғанша миксермен жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін үстіне творогымызды бөлме температурасындағы сары майды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Бөлек ыдыста ұнды, разрыхлительді және ванилинді араластырып алып, бағанағы массамызға қосып, миксермен тағы да араластырамыз. Дайын болған массамызды кекске арналған осындай силиконовый немесе капсулаларға салып, 180 градуста шамамен 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Біздің кекстарымыз осылай болып пісті, өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне осылай сахарная пудра сеуіп қойсаңыздар, одан да әдемі болып көрінеді. Келесі видеода фаршированный рулеттің рецептісін саламыз, сондықтан каналыма тіркеліңіз.